Бәріне сәлем, Қазақстанның жас программистері. Бүгін біз FPS контроллер туралы айтып кетеміз. Ал ендеше кеттік. Алдымен FPS контроллер не екенін және оны не үшін қолданатынын айтып кетейін. FPS контроллер бұл ойыншының от первого лица басқаруға арналған басқару жүйесі. Яғни экранды кейіпкердің көзімен көресің, қолымен қару ғана көрінеді. Мұндай контроллер қозғалыс, жүру, жүгіру, секіру және камераны қарау бағытын басқаруды қамтамасыз етеді. Не үшін қолданады? FPS жанрындағы ойындар, мысалы Counter-Strike, Call of Duty, негізгі басқару жүйесі ретінде ойыншыға реализм мен толық басқару сезімін беру үшін. Ал ендеше оны қалай қосатынын көрсетіп жіберейін. Алдымен Asset Store'ға кіріп FPS контроллер деп жазамыз. Енді Price деген жерден Free дегенді басамыз. Model First Person Controller дегенді таңдаймыз. Жазылғанын күтіп, проектке импортировать етеміз. Сосын Assets деген жерден Model First Person Controller дегенге кіріп, әрі қарай First Person, сосын оның префабын сценаға шығарамыз. Енді ойынды қосып тексеріп көрейік. Оның управлениясы туралы айтып кетейін. WACD арқылы қозғалады. Секіру пробел, тез жүгіру shift. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.